Сәлеметсіздер, сіздермен бүгін коржиктер дайындайтын боламыз. Ең алдымен 4 жұмыртқаны және қантты араластырып, осылай миксермен ақ болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Содан кейін сары майды және 1 ас қасық балды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Содан кейін 100 мл сүтті қосамыз, араластырамыз. Содан кейін ұн және разрыхлительді қобызытқышты қосып, жақсылап араластырып, қолымызға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз илеп болғаннан кейін 20 минутқа қойып қоя тұрамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін орташа қалыңдыққа дейін қамырымызды ысып алатын боламыз. Содан кейін осындай ыдыспенен дөңгелекше кесіп алатын боламыз. Және 180 градуста 15-20 минутта коржиктерді пісіп алатын боламыз. Және де коржиктерімізді әдемілеп қызарып, көтеріліп пісіп шықты. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.